Баршаңызға танымал, мәңгі жасыл болып тұратын көк шайдың ағзаға қалай әсер ететінін білген маңызды. Көк шайдың құрамындағы заттардың пайдасы мен зияны және хош иісті сусынның адам ағзасына әсер етуі туралы айтамын. Бәріңізге сәлем, мені қолдап, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Көк шайды бүкіл әлем бойынша көп қолданатын сусындардың бірі. Оның шөлді басып, ағзаны сергітіп, әрі нәрлендіретін қасиеті бар. Мамандардың айтуынша, күн сайын көк шай ішу денсаулықтың оңтайлы әдісі. Көк шайды үнемі пайдалану қан құрамындағы холестериндерді азайтып, жүйкені тыныштандырады. Көк шайды ең пайдалы тұсы ағзадағы антиоксиданттарды жоятындығында. Көк шай Қытай, Жапония, Үндістан мен Ява аралында өсірілетін мәңгі жасыл ағаш бұталарының кептірілген жапырақтары. Жапондықтар мен қытайлықтар көк шайды бауыр ауруын алдын алу үшін ішеді екен. Бұл сусынды ішу арқылы біз бауыр жасушаларын қорғаймыз, сонымен бірге бауырды түрлі токсиндерден тазартады. Көк шай қандағы су мен тұздың алмасуын қалпына келтіріп, несеп айдайтын қасиеті бар. Бұл бауырдың жұмысын жақсартатыны сөзсіз. Тіпті бауырдың патологиялық аурулардың алдын алады. Алайда көк шайды тым көп ішуге болмайды. Күніне 3 шыны ішсеңіз жеткілікті дейді мамандар. Әсіресе таңертең кофенің орнына көк шай ішіңіз. Сондай-ақ көк шайдың адамды семіртпейді, несеп бөлу мен жүрек бұлшық еттерінің қызметін күшейтеді. Қан қысымын төмендетеді, адам жанын сергітеді. Көк шай жан мен тәннің жадырататын дәрумендерге бай өсімдік. Ол жүрек тамыр ауруларына, әсіресе қан қысымы көтеріңкі атеросклероз сырқатын емдейтін таптырмас шай. Адамдардың ерте қартаюына, әжімдердің ерте түсуіне қарсы тұрады. Ағзада дәрумендер мен микроэлементтердің аздығын көк шай құрамындағы поливитаминдер бұл жағдайды ынталандыратын құрал. Америкалық зерттеушілер көк шайдың адам терісінің өліп бара жатқан клеткаларын тірілтетінін анықтаған. Әр нәрсенің пайдасы мен зияны болады. Көк шайдың да зияны бар. Көк шайды аш қарынға ішпеңіз, ас қорыту жолындағы ішкі мүшелердің шайдың кесірінен зақымдауыңыз мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде де ішуге болмайды. Ыстық шай ауыз бен жұтқыншақтардың ас қорыту жолдарын күйдіреді. Бұл сусынды суып қалған күйінде, бірнеше рет қайталанып қойылған кезінде. Тағамның алдында ішуге болмайды. Көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытады, ыстықта шөлді қандырады. Көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытады, ыстықта шөлді қандырады. Йод пен фтор элементтерінің қайнар көзі саналатын көк шай несеп айдайтын, ісікті кетіретін, ағзадағы артық суды шығаратын, несеп жолдарының ауруларын емдейтін қасиетке ие. Көк шай қан қысымын қалпына келтіретін ең арзан әрі пайдалы шай. Үнемі қан қысымы жоғары болып жүретін адамдар күніне 6 шыны көк шайдан артық ішпеуі керек. Дағы айта кететін жайт, ұйқыға жатар алдында көк шай ішуге болмайды. Өйткені құрамындағы кофеиндердің көптігінен ұйықтай алмауыңыз мүмкін. Ғалымдардың зерттеулеріне сенер болсақ, көк шайды күніне 3-4 рет ішкен жағдайда еріген майдың көлемі 45%-ға артады екен. Көк шай артық майды тез ерітетін қасиетке ие. Арықтауға көп көмегі тиеді. Әрине, тек көк шайды ішіп, артық салмақтан арыламын деу өте қате пікір. Мұндай жағдайда кез келген адам денсаулығын бұзып алуы мүмкін. Егер көк шайды қансыз ішетін болсаңыз, 4 аптада 5-6 келіден арықтауға болады. Осылайша арықтауға денедегі майларды тез ерітуге көмектесетін қасиеті бар. Көк шайды косметологиялық тұрғыда да көптеп қолданылады. Баршаңызға ем болсын, ауырмаңыздар, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.